Сәлем балар, бүгін біз жаңа жобаны бастаймыз. Ол бізде Лего Сумо. Сендер сумо күресін білесіңдер ғой. Бұл жапон күресі. Онда екі балуан бір-бірін шеңберден шығарып тастауға тырысады. Біз дәл соны жасаймыз. Тек балуандардың орнына біздің роботтар болады. Лего Сумода роботтар бір-бірімен дөңгелек аренада шайқасады. Мақсат өте қарапайым. Қарсыласты шеңбердің сыртына шығарып тастау. Жеңіске жету үшін бізге үш нәрсе қажет. Біріншісі күш, қуатты моторлар, екіншісі жылдамдық, тез шабуыл жасау үшін, үшіншісі тұрақтылық, аударылып қалмау және өзінің арена сыртына шығып кетпеу үшін. Жарыс алаңы дохё деп аталады. Бұл қара түсті ақ шекарасы бар шеңбер. Екі робот белгі бойынша шайқасты бастайды. Егер робот толықтай шекарадан шығып кетсе, ол жеңіледі. Жеңімпаз аренадан шықпай қалған робот. Ал енді біз роботты жинап бастаймыз. Ол үшін бізге спай жинағы қажет. Және спай жинағынан бізге басты блок, екі орташа мотор, дөңгелектер және де ультрадыбыстық датчик пен түс датчигі қажет болады. Ең бірінші бізге екі моторды бір-бірімен өзара байланыстыру қажет. Ең бірінші біз осындай бөлшектерді аламыз да моторға орнатамыз. Орнаттық. Ендігі кезекте модульдерді осылай қосатын боламыз. Және де дәл осылай екінші моторды бізге орналастыру қажет. Мінекей бізде осындай дүние пайда болды. Екі моторды бір-бірімен осылай жалғадық. Енді осының үстіне каркасты бөлшегімізді орнататын боламыз. Қайттан бөлшектерді қойдық. Бөлшектерді осылай орнатамыз. Енді осының үстіне біз блогымызды орнатуымыз тиіс. Мінекей осылай орнаттық. Және блогымызды орнатайық. Ендігі кезекте бізге дөңгелектерді орнатуымыз тиіс. Дөңгелекті тек бір ғана бөлшекпен ғана орнатпаймыз. Дөңгелек бізде нық тұру керек, себебі біз түрлі соқтығыстарда робот өз дөңгелегін жоғалтып алмау қажет. Мінекей дөңгелекті осылай қоямыз. Міне, бізде осындай роботқа ұқсас дүние шығып келуде. Ендігі кезекте бұл бізде қазір тербеліп тұр. Тербелмеу үшін біз алдына кішкентай дөңгелекше қоюымыз қажет. Міне, дөңгелекті қоямыз. Осылай мынау дөңгелекке бөлшектерді жалғаймыз. Және ішкі жағынан осылай бекітеміз. Міне, енді біздің робот тербелмейді, өз тепе-теңдігін сақтап тұр. Ендігі кезекте бізде ультрадыбысты датчикті орнатайық. Ол үшін бізге осындай бөлшек жасау қажет болады. Бұны жасауы қиын емес. Міне, бізге осындай бөлшек қажет. Осыны жалғаймыз да. Тура осындай бізге екі бөлшек қажет болады. Оны біз ультрадыбыстық датчикке жалғайық. Жалғадық. Және де орнына орнатып көрейік. Бізге роботқа ұқсас дүние пайда болып бастап жатыр. Енді бізге бұны сымдары кедергі жасамау үшін біз оларды блокқа қосып және де бір жаққа қарай жиыстырып қояйық. Ультрадыбыстық датчикті А портына қосам. Ал сол жақ моторды Е портына, оң жақ моторды F портына қосамын.
мінекей қостық. Бұны былай қосамыз. Міне бізде әдемі кейіпке енді. Ендігі кезекте біз роботтың алдын жасайық, яғни оның қорғанышын. Себебі роботпен соқтығысқан кезде бізде датчиктерді және блокты қорғайтын қорғаныш қажет болады. Ендеше бізге осыны бөлшекті аламыз. Осылай бекітеміз де, оны шетіне қарай осылай қосамыз. Екінші жағын дәл солай жасаймыз. Шетіне бекіттік. Мінекей. Енді кезекте бізге осындай бөлшектер қажет болады. 2 дана. Бөлшектерді осылай қостық. Осылай шетіне былай бекітетін боламыз. Бекіттік. Екінші жағын дәл осылай бекітеміз. Бекіттік. Енді бізге осы бөлшектерді аламыз да, біз алдына қарай жалғаймыз. Осы жалғаймыз. Ішкі жағын орнатамыз. Екінші жағын дәл осылай жасаймыз. Жалғадық. Және ішкі жағын орнатамыз. Орнаттық. Енді бізге мына бөлшектерді орнату қажет. Бір жағын орнаттық, енді екінші жағын дәл осылай орнатамыз. Екінші жағын орнаттық. Енді бізде алдыңғы жағы бостау болып тұр. Біз оны қатайту керекпіз. Тағы осы бөлшектерді аламыз. Және осы екі жағын бір-біріне қосамыз. Және тағы да осындай бөлшектермен бекітеміз. Міне бізде осындай қорғанышы пайда болды роботтың алдында. Ендігі кезекте біз түс датчигін орнатуымыз қажет. Біз түс датчигін тура ультрадыбысты датчиктің астына орнатамыз. Міне алдық. Түс датчигін осылай орнатамыз. Және суппортына қосамыз. Мінекей, бізде осындай робот пайда болды. Келесі сабақтарда біз бұны бағдарламайтын боламыз. Және де программасын қалай жазу керектігін түсіндіретін боламын. Келесі кездескенше.